Астанадағы 66 жекеменшік мектептің 5-еуі ғана қазақ тілінде білім береді. Және Астана қаласының білім басқармасы осындай мәлімет берген екен. Оған таңғалатын еш нәрсесі жоқ. Алматыда да жағдай оңып тұрған жоқ. Мысалы, мен өзім жұмыс жасайтын жекеменшік мектептің ішінде 32 сынып бар. Сол 32 сыныптың 3-еуі ғана қазақ, қалғанların бәрі орыс сыныптары. Яғни 29 класс орыс сыныбы. Сол жерде оқып жатқан балалардың 95% қазақ. Қалғандар сол 5-6 орыс, 4-5 кәріс және басқа да диаспора этнос өкілдері. Ал кімге ренжиміз осыдан кейін? Сол мектепте қазір бір орыс мектебінде жұмыс жасап жүрген сияқты сезінемін өзімді. Енді амал жоқ, кім кінәлі? Орыс сыныбына балаларын беріп жатқан ата-аналар кінәлі, өзіміздің қазақтар кінәлі. Кімге ренжиміз осыдан кейін? Ол енді баланың таңдауы емес, бұл жерде ата-ананың таңдауы болып тұр ғой. Ата-ана баласын орыс сыныбына беру арқылы мәңгүрт қылып өміріне қастандық жасап жатыр. Білмеймін енді. Ары қарай жағдай оңала ма, оңалмай ма, сұмдық енді.